декорға келдім. Тағы бір-екі заттар алдым, бірақ оны алған жөнінде кісілерге өтініш жасап тастап кеттім. Достар, сіздермен бірге Құралай әркін сайын автопкаға шықтым. Қалың киім болу керек еді. Ну, хотя мен қалың киімім осы. Бірақ орамалды қалың қып екі юқпайлы болу керек еді ба деп ойлап тұрмын. Мүмкін кішкене жүргеннен кейін тоңғаным басылатын шығар деп тұрмын бір жағынан. Автопкаға сливки, тағы басқа да заттарды алуға бара жатырмын. Бүгін кем дегенде 5 торт әзірлеу керекпін. Бүгін таңертең шығам деп ойлағанмын автопкаға, өкінішке орай. Міне уже түс болды, 5 намазынан кейін шығып бара жатырмын. В общем, әр ісімізді, әрекетімізді түсіріп отыруға тырысамын, сондықтан үнемі бізді бақылап отырыңыздар. Өзім солай қобалжып тұрмын. Бүгін түстен кейін 3 заказ жеткізу керек. Оны жеткізген кезде тоже сіздерге түсіріп көрсететін боламын. Сондықтан күтіңіздер. Бірінші бастапқа. Жақсылап жеткіз қайтыңыз. Мінекей біздің бүгінгі 4-ші тортымыз. Заказымыз дайын. Сонымен достар, біз 4 тортты жібердік, жасадық, пісірдік, базарға бардық. Бүгіндікке көп жұмыс жасадық, көп қимылдадық. Бірақ ертең бүгінгіден де көп жұмыс жасаймыз, иншаллах. Иә, ертең біз бүгінгіден де көп жұмыс жасаймыз. Және де менің ең керемет, ең таптырмас көмекші менің мысығым. Солай. Қатты шаршап. Мені сағынып тұр ма? Иә, саған сөйтсем. Мен сағыну керек қойдым, дұрыс қой. Бұл қыздың аты негізі Ақмарал. Иә, өзім таныстырып өтейін, менің атым Ақмарал, мен оның туған сестренкасымын. Екеуміздің ата-анамыз бір, көбісі менен сұрайды, туған сестраңыз ба деп. Одна кровь. Да, одна кровь. Сосын арамыз 5 жас. Иә, 5-ақ жас. Кішкентай кезімізде көрінетін, иә, байқалатын. Қазір уже байқалмайтын сияқты. Жаным, Бота ханым. Біз қатты ұйықтадық. Шаршадық ма? Көрдіңіздер ме, уже шаршағаннан сөздерді шатыстырып жатырмын. Қатты шаршадық. Әліміз құрыды десек болады, шаршады десек жаман сөз сияқты, иә? Әліміз қалған жоқ уже. Енді кішкене үйді порядкіге келтіру керек. Иә. Маған бет қолды жуып, шайынып, дәрет алып ұйықтау керек. Маған да. Сен неге боянып алдың? Мен видео үшін боянғам. Екеуміз мықты сторис пісірдік. Есілдетіміз торт болғаннан кейін уже бәрін пісіреміз. Бәріне крем жағамыз. Бағана есіңізде ма? Общем, солай. Вот, осыдан байқаға болады, одна кровь. Все, баршаңызға қайырлы түн. Келесі видеоблогта жүздескенше. Сіздермен бірге Құралай әркін сайын. Және мұзық. Қолдап жатқан, өздерінің қолдауларын білдіріп жатқан барша оқырмандарымызға өзіміздің алғысымызды айтқымыз келеді. Шын жүректен бүгінгі алғашқы 3 заказ бірінші оплатасын жасап, содан кейін барып заказ беріп жатыр. Прям ол деген үлкен қуаныш. Тұрмызға біз 0-ден бастадық деп кешелі бері айтып жатырмыз. Бірінші 3 тортқа заказ берді. Сіздерді қолдайын деп, ол кісіге шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. 3 тортқа заказ беріп, сразу картаға ақшасын аударды. Енді соған продукт алуға бара жатырмын. Біз негізі торттардың барлығын алдын ала көбісі түсінгендер, түсініп жатқандар барлығы алдын ала картаға төлем жасап жатыр. Басқа қаланың оқырмандары осы Алматыда туысқандарына сыйлық ретінде торт жіберіп, ақшасын картамен лақтырып жатыр. Ол үшін біз шын жүректен қуаныштымыз. Күн суық, қатып қалдым. Мұрным қып-қызыл. 4 сағат ыдыстар алдым. Пластмасс.
Астикорға келдім. Тағы бір-екі заттар алдым, бірақ оны алған жөнінде кісілерге өтініш жасап тастап кеттім. Скроется 1540 тенге. 35 лira 1590 тенге. Hello. Кеттік бе? Не жүзіпсіз? Ақша олар жеткен. Менде кроссовки. Тоңып қалдым мен. Аналы балалар басы ғой. Қалай күшті. Біздің бір тортымыз дайын. Қазір өз егесіне жол тартатын болады. Сондықтан тапсырыс беруге асығыңыздар. Біз күн сайын сіздердің торттарыңызды пісіріп дайындауға дайынбыз. Қуаныштарыңызды бізбен бірге бөлісіңіздер. Жұмыртқа және айдасып 6-шы этаждан түсіп қалыппыз. Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей Құралай әр күн сайын. Бүгін мен видеоны кеш бастап жатырмын, себебі таңертеңнен бері альхамдулиллах заказдар келіп, 2 торттың заказын уже жібердік. Оны уже күйеуім доставкаға алып кетті. Мүмкін ол кісі доставка жасаған кезде видеосын түсірген болса, мен міндетті түрде қосып монтаждайтын боламын. Классқа палау әзірлеп жатырмыз. Конечно, картопты жарып жатыр бұл кісі. Жан қарашыңыз. Доставкадан келді. Енді сағат кешкі 5-те бір доставка бар. Және түнгі 11:30-да доставка бар. Бір оқырманымыздың, клиентіміздің кешке туған күні екен. Нақтырақ клиентіміз бір туған күніне заказ беріп жатыр. Сестрасының туған күні. Енді 12-де олар құттықтайын деп жатыр, сондықтан біз оған үлгеріп жеткіземіз. Бізде доставка түнгі сағат 12-ге дейін жалғасады. 1-ге дейін, түнгі сағат 3-те келіп бердіңіз, 3-те апарып береміз. Біз 24 сағат сіздерге жұмыс жасауға дайынбыз. Қуаныштарыңызды біздермен бірге бөліссеңіздер болады. Өйткені 1,5 аптаның ішінде 1,5 миллион теңге табу керек бізге. Сол үшін демалуға уақыт жоқ. Құдай 2 мұрынды берген, сонымен демала береміз. Монтаждауға да уақыт жоқ шыны керек. Бетондар шкафқа помидор отырды. Интернетте жетісіп тұрған жоқ. Жетісіп жүрген ешкім жоқ. Қазір мен видеоны монтаждап салуға тырысамын. Қыздар маған уже WhatsApp-қа жасырады. Құралай әр күн сайын видеосы қайда деп қазір саламын. Сендерсе көп десең. Мінекей біздің 3-ші тортымыз дайын, ораторлық клубқа арналған. Қазір заказын жіберетін боламыз. Блинницаның доставкасын жібергелі жатырмыз. Қазір Қазпочтаға барып жатырмыз. Мен ода сөреніп кеттім. Как всегда. Мінекей магазинде келдік. Бүгінге уже 3-ші рет осындай колетка. Бүгін 60 жұмыртқа тауыспыз. Сосын енді тағы да 30 алып келдім. Бүгін бисквитті көбірек істеп тастадық та, сондықтан шығар. Сүт, айран, тағы да осындай заттар керек бізге. 3 помидор ала салдық. Сүт пен айран бұл тортқа. Нан. Куда же без нана? Және де нан. Нансыз, конечно, тамақ жей алмаймыз. Өзіміз әзірге пісіре алмаймыз. Қазір нан пісіре алмаймыз, себебі пеште бос емес қой. Иә, қолымызда бос емес, пеште бос емес. Шашын жинала емес пе? Иә. Солай. Қарнымыз қатты ашты, тамақтанайықшы. Иесін табуға бара жатыр.
Мен сондай қуаныштымын әрқайсыларыңыздың мерекелеріңізде осындай өзімнің тортым тұрғанына. Выбипай торты жазуымен және де молочная девочка торты. Мындай әдемі. Және де қызыл бархат торты. Қызыл бархат торты да өте нежный. Молочная девочка тортымыз өте нежный. Керемет. Тамыз, как всегда, тортқа қажетті. Мені сағынып қалдыңыздар ма? Қалайсыздар? Может, мен сөйлеп алам? Мен сөйлеп алам, может. Біз Магнумдамыз, әдеттегідей тортқа қажет заттарды алып жүрміз. Қараңыздар, қаншама шоколад. Мынаның бәрі сіздер үшін. Яғни сыйлыққа бересің ба? Тортқа. Что с чем подписано? 2 месяца можно. Маша. Барлығы тортқа. Әрине емес тортқа. Әлем достар, сіздермен бірге құралай әр күн сайын. Я білемін, құралай әр күн сайындай видеолар құралай әр күн сайын болмай жүр, өкінішке орай. Енді толыққанды қолға аламын. Алла қаласа әр күн сайын сіздерге видео түсіретін боламын. Саған қатты тырысатын боламын. Видеолар негізінде түсірілді, бірақ монтаждау жағы кішкене қиындау болып жатыр. Сондықтан енді құралай әр күн сайын сіздермен бірге болады. Мені қолдап, пікір жазып жүрген баршаларыңызға алғысымды білдіргім келеді. Рахмет баршаңызға.